Ha? Ишектай болып, 2-ші класс оқитын баламен күресіп жүргеніз, биін сындырып жепсің анан, қабырғасын бәрін шығарып, кетші дейді ғой. Ғалымның итін неменеге өлтіріп қойып жүрсің? Шашлик істедік қой. Ой, иттен шашлик істеп жүрсің ба? Жоқ, просто шашлик істеп жатқан кезде келіп жағаласып, сосын өлтіріп тастадым. Мен жағаласам, мен итті өлтіріп тастайтын шығарсың онда. Емес. Құр кетпе, сарығаштың бәрін ішіп қойыпсың, сарығаш алып кел бар. Сарығаш ішіп қойыпсың ғой бар, сарығашты алып кел бар. Сарығаш алып кел деймін. Тұр. Мұсыршар бар, жынды ма анау? Мұсыршар десің, өлі ұйықтауды құры тұрып жүр. Сарығаш кән? Қандай сарығаш? Тұры жынды ма? Каждому по факту рядом нужен человек. Сен шықтың арғылау бөлмеден. Бұл жолы Қандай арғылау бөлме, аға, біз 2-ақ бөлмелі үйде тұрамыз ғой. Арғы бөлмесі жоқ та оның ішінде. Кіммен сөйлесесің? Кеше адам өз қызынан айырылып мұңды болып отырса. Қандай қыз я, миы жоқ? Ажармен жүрмей қалдым. Ол өзен болса, мен оның жүрегінде мәңгілік тас болып қатып қалам. Басың естейін, басыңа таспен бұрып жарып, басында мәңгі жара қалдырам қазір, топас. Ишек кән? Ишек жаңа осы жерлерде жүр. Ишек бас? Ішіп отырсың ба не? Жоғы қақтың ішкені жып-жылғы мұздасында. Топас, құра жоғал көзіме көрінді. Не ұрай бересіңдер, мен асырап алған сияқтысыңдар. Құра ишек бас. Топас десейші. Алло. Айжан жүрмейміз деген емес? Каждому по факту рядом нужен. Хабардасын шықты өп кейін. Вечерге барайын деп отын. Қандай вечер тал түсті? Қаншада басталады? 3-те басталады қазір. Қай жылдардың вечері? 2012-лер болып өзіміз болды. Ақыр заманда үстіңе не сеу аласың? Женский одеколон сеу аласың ба? Маманың духы ғой. Жындысың ба? Миы жоқ? Кеше Ажар жақсы көреді сондай духы. Жаңыз қанша аласыңдар? 2 қыз бар, Ажар мен подружкасы бар, одан 23 баламыз. Не сыйлай деватсыңдар шын? 155 теңгеден жинап, Ажармен күнге гель әперейін деп жатырық, шампунь екеуін, сосын открытке береміз. Не ма басыңдар, шешіп барсына? 5 теңгені сен алдың ба қалтында тұрған? Жоғы мен сен 5 теңге. Кеше мен сен 5 теңгені алдым. Айтсай? Мен алдым. Не аласың 5 теңге? Аға, болдық, ұра берме, доғар енді. Дәу жігіт болдық қой, бұл жетер бете берген. Өлбей? Аға дейм. Жынсың ба? Жоқ. Не түнде ішіп келгенін бәрін папа біліп қойды алып. Сен айтқансың ғой соның бәріне? Кеше мен айтқанда жоқтың. Папа біліп қойды да, мама ұрысты ғой. Не ана балаң мас болып келген, үстінің бәрінен мас не шығып тұр ғой. Мама тұрды. Немене маған қалай бересің? Іші өзің балаң өндеме ба? Папа боқтады. Не деп боқтады? Қатын, қайтын қыспалды. Деді мама. Деді есік таш жауып кетіп қалды. Ишек, папа мен мама ауылға кетіп қалғанда бір ай болды ғой? Сол үшін маған ақша бер, мороженое жеймін. Құр ишек, кетші анау ұйықсың, құр! Керек емес сен, ақшаңды ешнәрсен керек. Құр жоғал көзіме көрінді, құр далаға шығып бар, кет бар. Кетемін. Ишек бас, құр жоғал! Дай мяч. Кеше үште орысша сықырып отқан дейсіз? Дай, просто играю. Кеше Дай. өтіріп бұғымда ақ қойып түсін бермей қойын, сап-сары болып. Тупой, что ли? Дай. Кеше ағам айтып беремей сен кәсі. Амбет. Аға, анаяқта бір орыстың домында ақ қойын деп тұр ғой. Тупой. Суши істейтін, жүр кетіп жүр. Ауым ақ қойын деді ғой. Ты че, одна холостой девушка не надо, а? Че? Какой че? Одна девушка на земле, а? Какая девушка? Какая девушка? Это моя девушка, день рождения. А так понял, перпендикулярный, самый удивительный. Идите отсюда, щеглы. Чего? Аға, майонездің сыртындағы орысша сөздер сияқты көп сөз сөйлеп көзердің ғой. Орыс тілден беретін Роза апайым көргенде іш қойғанында өкінетін еді. Қазір іш келгеннен кейін ананы аламын, мананы аламын, үйтем, бүйтем, сүйшем, колашем. Іш нәрсе деме маған, түсіндің ба? Кеше үйтіп айтпайын да ғой. Жүр, іш нәрсе амайсың.
Қалайсың, Динар? Маған пам беріп жіберсеңші. Кеше магазинге сылтаура саз алуға келсе, мамаш келіп отыр. Ұялып кетіп, қалайсың тәтте деп қоясың. Қоя тұршы қазір. Птичка болып бағып тұр жаңа. Ала берші. Чотан Динара кеттің бір киноға бағып кішкен. Осының бәрін жеймін. Менде тұң бәрін жемейсің, орнына қалып қойды. Жеймін деймін. Ал кетсеніңе. Просто шашатта үйдің бәрін жейді просто. Шашпаймын ғой. Кішкене Динара Алып бер. не әрбейле жейді? Адам не түсінді? Құр бар үйге. Аға. Бетіме кірсе, бетіме кіріп кет. Кездедің, не білдірдің? Айт енді. Ұрсасың ғой бірақ. Ұрыспай, не білдірдің? Терезесін дырдың ба? Жоқ. Машинаң эмблема сұрладың ба? Ондай емес. Ажар бар ғой. Не қылдың? Бірақ сен оған жасың жетпейді. Айт, не қылдың? Айттым. Ажар бар ғой, соның бүгін кездестім да. Бетінен сүйіп алдым. Сорлы. Хоқ махаббат. Бергелі. Жан, ағасын ақсаған. Молодец, ағасын ақсаған. Жеттім да, сіздің қалтаңыздан 5000 теңге әкелдім. Ешек. Айуа. Кеше романтик болып барып, 99 не алып берген жоқсың қоразы кемпір. Топас десейші. Нең топас? Өзіңде қызбен кездесетін кезде 5000 теңге пападан 10 000 теңге 20 миллион теңге сұрап алдыңда қатын ғой алмаған жоқсың ба? Новый герой. Телефон бере тұршы, сабақ оқу алады. Құшық карантин ғой қазір, қумаш бар. Карантин дегенде онлайн сабақ оқу атқан жоқ па бәрі жер? Ерем, мына ішіне Google-ға кірме түсіндің ба? Ішінде бір заттарым бар менің өзім. Не бар? Кірме оған. Бір заттарым бар, не қыласың оны? Арама, кеше кіріп қалсам, қоқсу деген жап-жасыл бір нәрсе тұр ғой, увеличение. Әкет телефон. Кеше оқиық та береміз ғой. Кешегі бардым етак сабаққа. Артында, абайда. Артында. Топас. Кән сабақ оқиын деген. Кеше телефон. Апай ерте айтар жерді ғой. Топас, мен саған сабақ оқуды берген жоқ па телефонды? Құр жоғала не қабар, құр кет бар. Топас десіз. Құр бар маған шөп бер. Фрефари, өзі де. Осы оны үйрену алыр еді. Жігіттер жан тұрған үміттер. Не істеп тұрсың ба, Топас? Басың істеп, темек шегіп тұрсың ба? Кеше темек шегіп атқан жоқпыз ғой. Мама! Мама! Айтпашы. Мама! Аға, айтқан бәрін істейм, айтпашы. Балконнан секірем. Тұқта ойнап айтатын жынтың ба? Неғып темек шегіп үшін? Нешін шегіп үшін? Шегіп жүрген жоқпыз ғой, мына жердің бәрі маса басып кеткен, соны кетіру үшін. Өтірік айтпай, Топас. Жетіскенен шегіп жүр дейсің ба? Күйіктен шегіп жүр. Қандай күйік алып қандай күйік алып баратқан? Ажарда жаңа жігіт пайда болыпты. Топас, тауық махаббат қошы. Бас жабанды шүкір кетші. Жоғыш көрдің бе? Құрай. Топас десейші. Мен оны сүйем ғой. Аға, мына темекілерім бұдан шеккен болды бұдан кейін. Спорт және ажар екеуіме айналсам. Жоқ қонан ішінде бір темеке. Жеңгелерімді көрдің ба? Соларды көрінше. Жеңгелеріме. Ишек, мұзай суға түсіп, судырың ұстап, тамырың тартылып, отпа тағыл. Тартылмай, бізді білді. Мына жерде тұр. Мен қазір жеңгелерін ана жерге апарып келем. Тайып бағысыңа тас құлап бір бәле болып. Қақ қарап тұрсың? Жерге қарап тұр ғой. Не бар екен жерде? Томпайып бір нәрсе тұр ғой. Не ол томпайып? Мен қақтан мен жердің көті шығар. Қақтан білесің оған? Үйден шыққан мен айтқан жоқсың ба, жердің көтіне баратыр деп. Осы жерде енді мен әйелді жыр таптаныш түсіндің ба? Мақма мен ана жеңгелерін бұлаққа апарып келем. Туалетке қақа барамын. Ана тұр ғой, любой талдың түбі туалет бар. Аға! Жында? Мен саған бағалы бір орында тұрып не арышын бақта? Мына жақта аю жүр ғой. Қандай аю артынан келатқан? Мен ғана қарасай. Неге талдың төбесіне шығып ақырып отырсың онда? Сен қастағы ең әдемі қызсың, сенің шашың алтын сияқты. Жаным азар. Сен. Әңгі? Бас? Күшті бол? Кешек. Ажармен кездесейін деп атым жақында. Саған дайындалып жатырмын. Соғы. Білесің ба кеше азаматпен бірге мороженое жеуге кетіп бара жатқан? Қай азаматпен? Класстасың азаматпен. Білдің ба?
Ne жылайын деп жатсың ya қызға бала? Жылайын деп жатқан жоқпыз. Жылайын деп жатсың ба? Болды, жылама, жынды ма? Азамат, әдемі ғой енді сенен. Құш ана башы, кетші, көзімді қақпашы, құш топас. Жанмай жан. мен істеп жатсың жынсың ба? Şimdi Айжанды көрмей клубта ағасы сырт кетіріп алсын, ішіп жатқан жерінен кәдімгі ағасы қыл. Не болды настроение жоқ? Түрің ағып кетті ғой. Жүр. Кішкене настроение болмай тұршы просто. Настроение болмай кішкене. Четкий менің мұратым. Топас, не істеп жатсың? Тұр. Жынды, ишак бас. Ми жоқ, топас. Нан кәні? Ишак? Кетші, нан жоқ қой магазинде. Соны айтып кетпейсің ба біз? Обедте жұмсадық қой сен, кеш болды ғой. Ужин ішейін деп жатырық қой. Ана Андрейдің баласы неғып ите жүргізсің мына жерден? Өзі артыма бүйтіп тақалып тұрып а, үстінен сап-сары орыстың иісі шығып тұр үстінен бәрін. Топас десейші, ми жоқ. Ұятсыз? Ана орыс қыздардың көтінен ұрырсың ба не двордағы? Оған қайнамай қоймын. Ишак ана Вика айтып жатыр, бір үйден бір бала ұрсаңдар жетеді ғой деп. Ініңе не жоқ деп. Бір үйден бір... Сонда сен де... Өшірініңді, ишак басын. Ана үстің жуын ба, күн сасып жүре берме. Қорқ қайт бар үйге бар. Мама, ұрсып жатыр, кет бар. Сен қаға барасың ал? Балдармен кездесіп келем мен кез. Вика! Четкий менің мұратым. Аға. Бетіме кіріп нейді, шығып алсай? Бір нәрсе айтайын дедім ғой. Папа ремонтқа деп берген 2000 теңгесін жоғалтып алың. Топас, дұрыс қыпсың енді. Енді тыңдасай до конца. Сөйттім да, папа ұрыспасын деп үйдегі бүкіл темірді өткізіп құтылып тастадым. Ей, молодец, ей, жаным, әшейді жаным, молодец. Не деп өткіздің? Сен машинаның шарқын, мотор-патронын бәрін өткізіп. Айо, ишак бас, топас. Ертең капотқа сені сап қоям, отырасың, не деп. Түсіндің ба? Басың істейма сенің, құр кетпа зарядчикті кеш бар. Зарядчик, ақтан білем мен зарядчик. Соңғы рет сен алдың ба, мен жоқ. Мен ағамда жоқмын сен. Ишак. Ит байлап қойдық оған. Сен басың істейма сенің, үйде жіп бар емес, соны байламайсың ба? О, жіп болса емес. Не істеп жатыр екен жіп? Жіпке папа соткасын зарядке қойып қойған. Четкий менің мұратым.